Anam Бәлністадан шығар кезде өз аяғымен жүріп шықсын, одан бір Алла жаратқан. Осы сөзімді орындашы. Анамның үстіңгі ерні көтеріле, бәлтісі ернін қысып тұрды. Ернімен қайта жабам, сол тұсымен мен саусақтары жиырыла тартылып тұрды. Алақаным қолыммен ашқамда, алақанымды қайта алсам, алақанынан саусақтары жиырылып қалады, қолы тартыла, шынтағы бүгіле анамның. Анам маған денем суып бара жатыр дейді сол кезде. Сол сөзді айтады неше қайталап маған. Ауыр екен, қандай ауыр сөз. Көз алдымдағы шешеме көмектесе алмай тұрғаным сол ауыр екен. Сол сөзге дәрменсіз болғаным сол кезде. Көмектесе алмауым шешеме. Мен ауыр екен, көз алдымда анам суып бара жатырмын дегені. Баласына. Екі жедел жәрдем көлігі келді. Аралары арасының екеуінің 1 сағаттан ба, 2 сағаттан ба, екеуі де келген, әкеткен жоқ шешемді. Сол біріншісі әкеткенде олай болмаушы еді шешем. Шешемнің миына қан кетпеуші еді. Онда үшіншісі келіп зордың күшімен әкетті. Мен ол кезде біліп қойғанмын шешемнің миына қан кетіп қалғанын. Дәрігерлердің басшылары сендер айтасыңдар ма, әлде адамды өлгелі жатқанда қана әкеліңдер деп, мұнда адам сыймайды деп. Онда қанша адам болса да сияды. Өлгелі жатқан адамның өзін бір бөлмеге кезектеп қойып өткізіп қарағандарың не қылған сұмдық. Мынау үлкен жедел жәрдем Бәлністада ондай адамдарды өткізіп қарайтын бірақ комната бары. Адамды қинау ғой.